Он должен как-то работать над собой, задать себе вопросы. А что мне интересно? Сенде өкініш та. А не үшін кезінде мен жасамадым бұл нәрсе? Мен бір прикол ұстап айтатыным бар. Ақша адам болса сендерге ренжитін еді депші. Прикинь, представь, вот деньги кәдімгі. Ты хочешь его только использовать. Қарасаңдар, өмірім сондай болды. Анау тетя Гуляның баласы ана жаққа түсіпті, мен де соған түсемін. Андай түсіпті, мен мынандай жасаймын. Ана бизнес жасап отыр, мен мынандай жасаймын. А кто ты вообще? Сенің өзің қалауың қандай вообще? Өмір өзгеріп жатыр жан жақтың бәрінде. Сен бүйтіп ұстап тұрғың келеді де бүйтіп. Потом все меняется. Даже адамдардың арасында алатын ештеңке жоқ. Они душу забирают даже. Бір-бірін жанын жейді, қазір жанын жұлып жейді. Әлі жоқ ортада алатын зат. Мен аузыма шыққысы келіп тұрады да, мен көп ұяламын ше осы темаларды айтуға ше. Мен өте мощный сұрақ. Қазір Ғани ханымның сұрағы, неге адам өзінің жасаған результатын қайталап жасай алмайды? Мен өзім көріп жатырмын. Мысалы, кез келген қазір экспертті, кез келген кәсіпкерді айтатын болсаң, бір өзінің жеткен бір максимум бар да. Бір адам шынымен кезінде бір миллион теңге, кезінде бір 10 миллион теңге табуы мүмкін. Сол тапқан ақшасының заложнигі болып қалады да. Бұл неде мен өзімде болғам. Өзімде как бы бір проблемада болған осы. Мысалы, айына сен 10 миллион теңге тауып жүресің да, сөйтіп келесі бір бизнесті бастаған кезде, либо просто запускты алсайықшы, бір эксперт бар, бір запуск жасады. Сол запуск жасаған кезде ол 10 миллион теңге тапты деп, бір мысал қыла салайық, 10 миллион теңге тапты деп. Сосын келесі запуск жасаған кезде ол сол 10 миллион теңгелік точкадан отталкиваться деді да. Ал келесі запускте сен негізі нольден отталкиваться ету керек едің. Нольден. Өйткені ол жерде сенде уже 10 миллион жоқ, сенде 0 бар. И то же самое, вообще ең маңызды зат, вот каждый раз надо как-то обнуляться. Мысалы, сен келесі бір бизнеске барған уақытта сен 10 миллион емес, уже 0-сың. И өте тағы да бір екінші кездесетін бір проблема, бұл сол кезінде жасаған результаттың заложнигінде қалып қалу. Мысалы, бір не болды, бір кісі болды, маған келген. Кезінде 31 нәрсе, ұмытып қалдым, 31 нәрсе миллион айына тапқан. Сосын екеуміз келеміз, отырамыз, сосын айына қанша ақша табасың десем, 31 нәрсе миллион теңге тапқанмын деп айтып тұрды. Сосын екеуміз аламыз да есептейміз бәрін отырып алып, мына айда осынша болды, мына айда осынша болды. И осы айдағы тапқан ақшасы негізі бір 3,5 ба, 4 миллион ба сондай. Бірақ адамның ойында бір зат бар, мен 35 миллион табатын сияқтымын деп. Ең бір иллюзия осы, сенің тапқан ақшаңды мен постоянно тауып отыра берем деп ойлау. Бұл жерде адамдар, мне кажется, бір шындыққа тіке қарай алмайтын сияқты. Сен кезінде тапқансың ол ақшаны, бірақ дәл қазір сен ақшаны таппай жатсаң, сенің бір нашар адам екеніңді, немесе сенің қолыңнан ештеңе келмейтінін білдірмейді бұл нәрсе. И менің ойымша адамдардың результатты қайталай алмауының бірден бір себебі бұл мойындамайды просто. И қайтадан сол точка 0-ден бастай алмауының себебінде. Сол үшін мен ойлаймын да, әрдайым бір бастаған кезде сен 0-ден бастай алуды бір үйрену керек. 0-ден бастай алуды дегенде мен былай айтайыншы просто. Шындыққа тіке қарай алуды үйрену керек шығар, мне кажется. Енді қараңыз, менің мысалға бір экспертім бар, мен продюсерім, бір экспертім бар. Мен оған белгілі бір әрекеттерді жасадым, не жасап жатқанымды түсінемін. Бір әрекеттердің негізінде мен оған бір X суммадағы ақшаны жасадым. Бірақ ол запуск біткеннен екінші ай келді. Екінші айда мен тура сол нәрселерді жасадым. Тура сол аудитория, тура сол эксперт, тура сол өнім. Бірақ неге екінші айда ол результат болған жоқ менде? Оның қандай да бір мистикалық түсіндірмесі бар ма? Жоқ. Қазір қарасаңыз, Ғани ханым, өте мен бір нәрсені байқадым ше. Мен просто бір мысалмен айтайыншы. Кезінде бір адам бір Camry алады да, Camry 30-ка алады. Сөйтеді да, оның ойынша, оның машинасы жаңа етін ол кезде. Шынымен жаңа етін. Ол мақтайды өзінің машинасын. Менің 30-кам жақсы жұмыс жасайды, менде бәрі күшті дейді да. Ол
дәлдеп беру мүмкін басқа адамдарға, что 30-ка самая лучшая машина екенін. Ол мысал ғана. Бірақ дәл қазір 80 шықты уже. 80 шықты нарықта. Қарасаң уже 5 поколение қалып кеткен. И менің тағы да бір айтқым келетін нәрсе, бұл вопрос эго, наверное. Вот надо каждый раз подвергать сомнению сенің қолданып жатқан даже инструменттерді. Потому что қазір қарасаң уже товарканың мен 2015-2014 жылғы жасалған инструменттерім, қолданған инструменттерім өкінішке орай қазір жұмыс істемейді. И қазіргі реальность басқа. То есть и андай ғой, мысалы сенің кез келген инструментің ол со временем ескіре береді. Өйткені қазіргі халық ақымақ емес қой, олардың уровень сознаниясы да өсіп жатыр ғой. И сен қазір сон бағанағы ескі 30-ка сияқты менің 30-кам ең мықты машина дейтін болсаң, скорее всего, ты прав. Но для себя только. Только для себя. Я, мысалы, мен кезінде ойлайтын, мен мықты маркетолог, мен мықты сатамын деп. А сейчас я признаю, что я как-то мен сатылымдарды, может, қатты жасай алмайтын шығармын, потому что реальность өзгеріп жатыр, как бы инструмент өзгеріп жатыр. Мен сондықтан білетін жастардан сұрауға мен ешқандай қысылмаймын ол нәрседен. Айтам, мен нені түсінбей тұрмын қазір на моменте. Қазір қарашы, ғанеғам, TikTok шығып кеткен, Reels дейді, бір нәрсе дейді, какие-то инструменты, алгоритмы. Фиг пойми, что происходит вообще. Мен даже на жақтағы қандай видеолар өтеді, қандай тексттер өтеді. Даже қазір андай мен түсіндім, что наигранность өтпейді, там, да, адамдарға бір сенің бір бүкіл шаблондарың өтпейді. Вот уже креативно қарау керек та сол нәрселердің бәрінде. Сондықтан мынандай нәрсе болмайтын сияқты, мен тура соны қолдандым, тура сол результат бола береді деген болмайтын сияқты. Потому что каждый раз что-то меняется. Каждый раз. Даже товарка бизнесінде қазір мен айтам, просто так, как фотосессия жасап қазір, да, например, фотоны. Бұрында 2015 жыл бізде сондай етін. 2013-тен 15-ке дейін достаточно было просто выложить пост. Вот серьезно, мен есімде ол кездер. Менде, потому что мен шармен айналысқан кезде мынандай болатын. Менің инструментім мынандай етін. Жеті аккаунт ашам. То есть было такой инструмент, mass following дейтін. Mass following. То есть была программа, там 7500-ге, там подписываются на всех подряд, мен, то есть бір парсинг алатын да, бүкіл аудиторияға подписываться етіп шығатын, короче. И из этих подписок 30% либо маған обратно там подписываться ететін. Менде 7 аккаунт. И менде автопостинг деген бар еді, сол уақыттарда, қазір де бар шығар, автопостингтер. Менде 1040 па сондай сурет бар, короче. И мен соны рандомно сала беремін просто. Прикиньте, менде SMM менеджер жоқ, ешкім жоқ. Мен рандомно сала беремін. 7 аккаунтке. И менде ключевой сөздерді білем, мен хэштегтерді білем. И аламын да соны сала беремін просто. Просто сала беремін. Білесіз ба? Менде просто WhatsApp-ымда, мен жауап беріп үлгермейтін даже. Вот заявки, там, представьте, вот пытырлап түсе беретін да. А қазір сол инструмент қолданып көрші. Ну, вообще не работает. И ойлашы қазір, сен қазір просто так суретті салуың, просто так товардың суретін салуың, и хэштегтерді қоюыңның өзі просто лайкты көп бере беретін. Мен қазір сол аккаунттарым әлі бар, әлі күнге жұмыс жасайды, но уже мен қазір түсінем, уже просто так выложить фотографию не работает. Извини меня, анау инстаграмда кейбір кезде приколдарды көремін да. Ты владелец магазина, но надо заниматься личным брендом деп бүйте бір прикол ұстап тұрады да. Это реальность қазіргі сондай. Уже сен жаңағы сол товарды алып, сен креативно көрсету керексің оны сен басқаша уже аудиторияға көрсету керексің да ол нәрсені. Потому что реальность нам диктует. Я сен отыра бер, суретті салып, просто так суретін салып отыра бер. Но бірақ Нұрай ханым келеді, олар қазір поколение, что вообще, Z емес вообще, бұлар вообще 2005 жылғылар, они вообще по-другому думают, вообще, олар ойлары басқаша бұлардың ше. И сен өзгерту керексің. Қарасаңыз қазір BMW-ның өзі логотипін өзгерткен, то есть уже андай қатты, андай бір серьезный емес, уже кішкене молодежныға өзгерткен. Потому что реальность меняется. И хочешь, не хочешь, мы должны адаптироваться. Мы должны готовы быть к любым изменениям. А сен отыра берсең там,
окей, я офигенный такой товар, менде офигенный товар, менде самый лучший товар, елдер менен сатып алсын деп. Пожалуйста, это твое эго, скорее всего, ты прав, но сенде көп сауда болмайды. Нарықта біреу шығады, да, у него не лучший товар, да, у него не лучший сервис, но сол жеңет. Сол кезде көрсең, сол жеңет. Но вопрос времени, конечно, да, это олар да былай жүруі мүмкін, но мен айтқым келген мына нәрсе. Вот қазір, мне кажется, даже инструменттерде де нарыққа байланысты өзін қолданып отыру керек сияқты жаңа инструменттерді. Жақсы, мынандай нәрсе бар да, мен бір тенденция бар қазір бізде бүкіл айналамызда коучтар көп, тас лақтырсаң біреу, тас лақтырсаң әйтеуір бәрі ақыл айтады, иә. Бәрінің айтатыны, мен өзімді іздеп жүрмін, қалай тапсам болады деген нәрсеге икигайратты қошқа дейді, жаңағы Галап тест дейді. Әйтеуір бір инструмент көп, өте көп, иә. Енді осы жерде сен так маған мынау былай деді дейсің да, бір нәрсені көресің, так маған жоқ мынау емес екен, мынау былай деді дейсің да, екінші бір нәрсені көресің. В конце кто из них я деген сұрақ туындайды да. Сосын сен әр нәрсені аз уақыттан көргендіктен сенде еш жерде бір результат жоқ. Қазір 90% адамда Құлан мырза сондай нәрсе. До того ақпараттық шумның көптігінен біз нағыз өзіміздің қайда екенімізді, кім екенімізді түсінбей қалған сияқтымыз да. Не, очень классный вопрос. Не істеу керекпіз, вот не қайдан табамын мен өзімді деген окончательно бір точкасын қоя алатын бір ақпарат айта аласыз ба осыған? Менде Инстаграм канал бар да, и сол жерде мен андай бір пост емес, Инстаграм каналға жазба жаздым да, пост емес шығар олар, записка, короче. Сол жерде мен бір тақырыпты талдадым. Вообще, бірінші ол өзіміздің нағыз ішкі потенциалымызды қалай табамыз деген тақырыпты жаздым да. Бұған бұл тақырып өте қызық тақырып ше, өзіме, өйткені осы уақытқа дейін мен өзімнің как бы заметкеймді, мен сол тақырыпты көп жазып жүремін, потому что мен аптасына өте көп консультация өткіземін. Сол кезде мен адамдардың болдарын көп көремін. Я өте дұрыс айтып жатсыз, қазір адамдар очень сильно запутались, потому что мына жақтан біреу шығады, мынау дұрыс дейді, мына жақтан біреу шығады, мынау дұрыс дейді, мынау жетістікке жетудің 45 жолы, мынау жетістікке жетудің 3 жолын айтады, мынау тез жететін жолын айтады, мынау вообще қазір менде таблетка бар, соны ішсеңіз нормально болады дейді, мынау айтады, ананікі дұрыс емес, менікі дұрыс дейді, анау айтады, вообще негізі там ақшаны табу керек, сол дұрыс дейді. Қарап тұрсаң, біреу айтады, ата-анаңнан сепарация жаса, бүкіл проблеманың бәрі ата-анаңда дейді, біреу келеді да сенің бүкіл проблемаларың детский травмада дейді, біреу айтады, вообще как бы разные есть, очень много. Енді мен қазір сол үшін вообще перестал смотреть как-то нені рилстарды, немесе сол мен қазір социальное как бы поледе мен жоқпын қазір. Мен мынандай вот мен оны әдейі жасамаймын, у меня нет желания просто даже смотреть, даже оларға қатты қарауға желание жоқ. И сол кезде мен жазбада жазғанда айттым да, вот мен сенем, что каждый адамды, вот отырған сүйіні оператор жігітті бәрімізді бір уникальностьпен жаратқан. То есть біздің бәріміздің ішінде бір не бар. Оны орысша аутентичность дейді. Уникальностьпен жаратқан. Проблема в том, что ол уникальность біртүрлі. Ол қоғамға келмейді ол нәрсе. Қазір сенің уникальностьтің, вот именно сол аутентичностьтің менің байқағаным, именно сен ұялатын, именно сен құнсыздандыратын жақта. То есть, мысалы, например, вот мен бұрында былай ойлайтынмын да, ну, как сонда вообще? Я коуч сонда, мен коучша сонда отырған кезде маған просто так елдер сөйлескеніне ақша бере ма сонда деп мен ойлайтынмын да өзімше. Потому что папа маған сондай сұрақ қоятын кәдімгі. Да, ну нафиг, сонда саған сонда біз сонда не үшін сонда қиналып жүрік? Сонда саған адам келеді да, просто сөйлеседі да, сен бір сағат, соған ақша төлей ма дейді папа маған. Иә деймін мен. Мен потом ойландым, короче. Сонда соған ақша төлей ма деймін. А мне это легко удается, потому что
я бы не сказал прям легко депші. Ол нәрсе мен оны оқыдым, ол нәрсеге өзім бір экспертиза жинадым. И маған было там бір адаммен сөйлесем, и они уходят. Да, ну найти кетеді, короче. А для меня это просто так. Потому что и менің басымда андай убеждение болатын болса, мен ақша табу үшін қиналу керек дейсің. А вот это легко получается. Человек автоматом вот это что делает? Обесценивает, то есть құнсыздандырады. И сен келеді бір адам, ну, разные эмоции же проявляются. Осы жерге келген кезде адам там өзінің бір шынымен триггерный ситуациясына барған кезде одан там жылайды, например, бір эмоциялар шығады. Я смотрю там, и мне становится стыдно. Вот, ну, то есть мен оны там қашқақтай бастайтын да, басында, это где-то был год назад, 1,5 года назад. Солай. И сен өзің ойланасың, как бы. И маған біреу там, типа, мә, сен мықты психолог келген жыным істейді, короче. Ё-ма, не істеп жатыр деп. Смотри, я стесняюсь этого, я это когда, ну, обесцениваю, и значит, мне надо туда. Понимаешь? И қазір қоғамда көп нәрсені байқаймын, адамдар реально өзінің білетін потенциалын ол өзі ғана анықтай алады. И мен сіздерге бір нәрсе айтқым келеді, никогда, вообще никогда не позволяйте другим определить, другим определить, кто вы на самом деле. То есть, мысалы, мынандай, да, вот, барып алып бір адамнан, айтшы мен қандаймын, немесе там, галап тест, пожалуйста, айтып берші, мен қандаймын, там, ну, не знаю, таро, карты таро. Кто я вообще такой? Либо там на жақта бір тұрады бір адам, да, вот сенің қазір потенциалыңды ашып беремін, короче, білмеймін, бал ашып беремін дегенмен бірдей ғой, негізі по идее қарап тұрсаң. И барады там, сосын айтады, сен андайсың, сен аздан мықты қалайсың. И ты поверил, Сен жұмыс жасайсың сол нәрселермен, и все, салам алейкум. А знаешь почему? Потому что бұл нағыз сен болмауың мүмкін. Ну, менде бір жігіт бар, ол кішкентай кезінде он мамасының қалауымен баян ойнауға түскен ғой, короче. Сосын мамасы там ол выступал именно қонақтардың арасында, бір өлең айтқан. И все говорили, ты классно поешь деп. И мамасы папасы айтқан, сен қолынан келеді ол нәрсе. Знаешь, человек поверил, значит, мен музыкант шығармын тек қана. И он играет, и потом задает себе вопрос. Ну что-то не то, короче. Это не. Мен емес бұл, қайда? Мен бұл просто менің мамам, папам кезінде баян ойнауды армандаған. И из-за того, что олар өздері жасай алмағаннан кейін, сен ойна, короче. Но өте көп сондай жағдайлар. Мысалы, бізде бұл обычно авторитеттен болады. Авторитет мама, папа, там родственники, там қоғам, класстастар. Вот мына жақта біздің кезінде андай болатын. Ойлайтынбыз да, вот нефтяник ең көп айлық алады, короче. И барымыз, бір... Ну, білмеймін енді, вопрос ода емес. Нефтяник көп айлық алады. И сен барасың да, ну, давай мен нефтяник болайын. Немесе, там, на жақта біреу, там, қазір де сондай ғой, вот, мен қазір ана трендті байқаймын да, вот, Wildberriesте ақша көп, Wildberrieспен айланысу керек, мынандай істеу керек деп. И в основном люди идут туда, например, да, бар, көреді, жасайды. Осы жерде мынандай нәрсе ғой. Енді жаңағы тенденциядан бөлек екінші бір ақпарат шықты да, оказывается, немен айналысатының маңызды емес екен. Оказывается, результат қана маңызды екен деді да. Адамдар результат не деді? Результат ақша деді, соны қылды. Ал енді не дейсіз? Ну, мен үшін результат ақша емес. Біз нені аламыз қолымызда результатты? Не, смотри, Ханш, Ганихан, мен сіздің сұрағыңызды түсініп тұрмын. Это вопрос, наверное, скорее всего, тоже от вас, отчасти, да. Ну, бізде, мен өткенде бір досым келген кезде, өзі айтады, мен потенциалымды прям қолданбай жатқан сияқты. Ну, у каждого есть как сондай бір ощущение бар, да. Вот есть что-то большее, чего я могу, ну, как бы, достигать, но бірақ мен білмеймін да, ол қалай ол нәрсе. Мен вроде жасап жүрмін ол нәрсені. И бұл сұрақты негізі саған ешкім бере алмайды. Скорее всего, менің коуч-сессияларымда я могу как бы сонымен барып помогать етем. Но бірақ адам өз-өзін определить ету керек. Өзі айту керек ол нәрсені. И көп адам ойлайды, мен потенциалым, вот мен бір қазір шахта қазып жатқан сияқты бір барып, вот как бриллиант найду деп. Нет. Ты это будешь реализовать. Сен оны бүйтіп шыңдайсың ол нәрсені, бүйтіп шыңдайсың ол нәрсені. Обычно это мына нәрседен келеді.
мен нені қалаймын или там мен нені жақсы көремін, мен нені жақсы көрмеймін. Адамдар мына сұраққа жауап бере алмайды, Ғани. Это очень серьезный вопрос. Потому что мен қандай жұмыспен айлансайын деген адам, ол мен не қалап тұрмын деген сұраққа жауап бере алмайтын адам. А мен не қалап тұрмын деген сұраққа жауап бере алмайтын адам, ол мен не сезіп тұрмын дегенге жауап бере алмайтын адам. Ну, адамнан сұрайшы, что ты чувствуешь десем, ну, ничего, дейді, нормально, дейді. Қалайсың десең, нормально, дейді. Жақсы, дейді. Нормально деген сезім жоқ қой. И они не знают, потому что ол надан басталатын сияқты да, енді кішкентай кезімізде бізді тұрғызып қойды да айтты, так, сен 5-ке оқу керексің, мына киімді ки. Я помню, там кішкентай кезінде базарға барып, там картонкаға тұрып, и мама, мен нан алғым келіп тұр. Жоқ, ол болмайды, короче, сен нан аласың, короче, тұрасың деп. Білмеймін, енді 2000 жылғылар олар так не страдали. Мен помню, прям помню. Жоқ, сен нан аласың, короче, ол. И на вырез, короче, потому что вот действительно было тяжелое время, вот қазіргі кезде енді бір шалбарды алып бір апта киіп лақтырып тастап жатырмық қой, Аллаға шүкір, например, да. Енді ол кезде сен, это было на 2-3 года, солай таңдап беретін бізге. Сен айтатын, сен мына жерге барасың, сен математиканы оқы, балам, сен врач боласың, сен мынандай істейсің деп. И потом человек не знает. Білмей қалады, не істеп тұрғанша, не қалайтынын білмей қалады. Бірақ ол нәрсемен Құлан мырза, 90-шы жылдарда тяжелые были времена, да? А біз 2000-дан жоғары жылдарға нам дали какой-то выбор, да? Но при этом мы тоже страдаем, Құлан мырза. Не от этого дело зависит. Конечно, да. 2000 жылғы, 2005 жылғы балаларда мен інім келген, там, типа, мен қандай оқуға түсемін деп, мен айтамын, мен білмеймін, сен не үшін менен сұрап тұрсың, өзіңдегі сұрақты не үшін менен сұрап тұрсың, мен қайдан жауап беремін ол сұраққа саған? Әлде мүмкін мен ойлаймын, енді мәселе просто бар да жауап, сен білесің, просто сен оны озвучивать етіп, сол нәрсені істеуге жауапкершілік алғың келмейтін сияқты. Конечно, да. Очень такой классный вопрос, да. Жауапкершілік алғысы келмейді, потому что, ну, енді ойлашы, сен қазір бір оқуға түсесің, там, типа, диплом аласың, и с этим не работаешь. Сосын әке-шешең айтуы мүмкін, айттым саған, там, стоматолог бол деп, врач бол деп. Сосын ты стоишь, ты не можешь защитить себя. Айтасың, деп. И солай, осындай вопростардан кейін мен ойлаймын, адамдар, негізі, Ғани ханым ше, мен ойлаймын да, вообще, давать советы, либо как-то ақыл айту, адамға указывать ету, это самое легкое. Самое легкое. И это вообще неэффективно. Это очень опасно. То есть мен қазір сіз үшін жауап беретін болсам, я беру роль какого-то, ну, авторитета, либо даже бір құдайдың ролін алып алып, мен сенің жолыңды білем. Сен былай жаса. Сен былай жасасаң дұрыс болады. Откуда я знаю? Мен қазір өзімдегі бар опытты сізге еще буду как бы навязывать, сізге кигіз жеретін болсам, вы в тюрьме. И вы будете беситься через какое-то время, вы будете беситься. Не үшін маған былай айтты, дұрыс емес екен ғой деп. И люди поэтому спрашивают совета. Но советы, мне кажется, ну, там, на видеограф, например, светті қалай қойғанын дұрыс деген, это нормальный вопрос. Но адамның өзінің өміріндегі заттарға, мне кажется, советы спрашивать не надо. И сол үшін осы сұрақтардан кейін, ну, у людей нету критического мышления. Бізге айтты, на ақ цвет, на қара цвет, мынандай әріп, мынандай әріп. Все, учите, все, осыны оқисың деп. И бізде бір просто ми жұмыс істеді да, интеллект такой офигенный, көп курсты оқып алғанбыз, у нас есть дипломы, даже шетелден оқып келген адамдардың өзінің осы проблемасы да, вот нету такого критического мышления. Кто я вообще? Что я хочу вообще? Жалпы критическое мышление деген не? Ол туа бітті болатын зат па, әлде сен оны дамыту керексің? Дамыту керексің. Қалай дамытасың? Қандай әрекеттердің? Вопрос. Всегда вопрос надо задавать себе. И сомнения келтіру. Ну вот, в данный момент маған ұнай ма бұл зат, мен не істеп жатырмын. Маған ол не береді. Всегда, что мне интересно, например, да? Что мне интересно сейчас?
мне ничего не интересно. Білесіз ба, депрессияның алғашқы несінің бірі, как бы симптомдарының бірі, когда человеку ничего не интересно. Маған еш нәрсе қызық емес, мен үйде жата беремін деген адам, это уже первый признак, по идее. Он должен как-то работать над собой, задать себе вопросы, а что мне интересно, да? Ну, извините, сен жатсың да, мне ничего не интересно. Просто мынандай нәрсе бар. Депрессиядамын, ол как будто бір, я полежу тут, и депрессия, она само собой проходит, короче. Нет. Само собой не проходит. По-любому надо будет работать над собой, да? Ну, мен ойлаймын да, Ғани ханым ше, вот бізге бәрімізге бір не берілді, бір талант берілді, я, вот аутентичность берілді. И ты всю жизнь кого-то слушал, да, вот сабақты оқу керек до конца, диплом алу керек, зарплата алу керек, үйлену керек и пенсия алу керек. И представь такую ситуацию, саған бір 70 па 60 жас, 70 па жас, у тебя уже нет энергии, у тебя нет ресурсов. И сенде өкініш та, а не үшін кезінде мен жасамадым ол нәрсе? Не үшін? Не үшін? Родителей слушал, да? Окей. Родитель сол жерде тыңдаған кезде соларға өкпең қазандай болады соларға. Родители не виноваты, это ты сам. Қоғам ба? Нет. Кто несет ответственность? Кто? Өзің өміріңе кім жауап береді? Кім жауап береді? Ата-анаң жауап бере ма? Возможно, да, но бірақ сен ол кезде өзіңнің өміріңнің кілтін ата-анаңа беріп тұрсың. Мен үшін решайте де. Ладно, окей, күйеуің ба? Хорошо. Тағы өкпелейсің ол кезде. Әйелің ба? Тағы өкпелейсің. Қоғам ба? Тағы өкпелейсің. Ағаң ба? Тағы өкпелейсің. Только ты, сен өзің ғана жауап бересің. Сомнениеге қою керек. Действительно, я тем занимаюсь. Я осы уақытқа дейінгі жасалып айланысып келген жұмыстарыңның барлығы сені куда-то ведет. И сен қара, вообще, қалай, қандай, мен қай жаққа бара аламын, мен не жасай аламын деп. Это не обязательно бизнес, например, да? Может, сен бизнесті жасау керек деген идеяға сен қалдың да? Вот бизнес, свой бизнес, это классно, да? Мен қазір адамдарды бизнесмен, не бизнесмен, немесе жалдамалы жұмысы деп бөлмеймін мен. Разница жоқ, сен қай жерде потенциалыңды ашасың. Вот сенің ішіңдегі ол энергия, любовь, да, он может проявляться через видео, через песню, через какие-то свои там, не знаю, книги, да, басқа бір жұмыс арқылы, кітап жазасың ба, бухгалтер тоже творческий человек, он через цифры просто рисует. Художник просто он через краски рисует. Әркімнің өзінің несі бар да, и соны біз өзім ойлаймын да, соны ашуға ұмтылу керек сияқты зат сияқты да. То есть это уже служение же. То есть сен оны беру керексің да уже, оны әлемге. Тықсаң, ол ауру болып шығады. Это көре алмаумен шығады. Это обидамен шығады ол нәрсе, тықсаң ол нәрсе. Немесе оны тықсаң, өкініш қана сияқты. Я не хочу лежать так где-то 60-70 жасымда келіп алып, блин, а надо было делать. Жасау керек еді. Қарасаң, кейбір үлкен кісілердің әңгімесі сондай ғой. Сол кезде жасай салу керек еді. Болмады ғой сонда мүмкіндік болмады ғой. Сендерде қазір бүкіл мүмкіндіктер бар қазір сендерде. Жасаңдар деп айтады. А чего бояться? Айтыңдар, чего бояться? Басқа біреудің сөзінен ба? Сені ешкім ойламайды. Вот я действительно соны понял. Сені ешкім ойламайды, сені артынан ешкім сөйлемейді де даже. И сол үшін қазіргі уақытта бағанағы потенциалыңды ашу үшін, скорее всего, вот откажитесь от этого, как бы от зависимости. Ол үшін ұзақ жұмыс жасау керек, это какая-то действительно андай жұмыста, бір жақсы жұмыста. Менде андай адам бар, Ғани ханым, менде бір клиент бар да. 15 жыл бойы саудада жасаған. Квартиру, дом купил себе, машину купил себе, квартиру купил, там даже несколько квартир.
бизнес жасап жатады, айына где то бір 10-15 миллион теңге жасайды кәдімгідей. И жасы 40-тан асып кеткен, маған сұрағы андай, короче. Ну, мы сейчас работаем, как бы өзімен жұмыс жасап жатыр. Сұрағы андай. Мен білмеймін дейді не істеп жүргенін. Прикинь, это же страшно. То есть, как бы, вроде ойлады, мен қазір ақша тапсам, менде бәрі үйде болады, квартирада болады. И самое страшное это же, по идее, сен түсінесің, что сенің бүкіл потенциалың ашылмаған. Сен даже не пытался даже это делать. Яғни потенциалдың ашылғаны сен табатын ақшаны никак көрінбейді. Ну, это следствие же просто. Потенциалды ашуды мен көбінесе махаббатпен байланыстыратын едім. Знаете, для меня результат — это объем любви, который человек носит с собой. Потому что, вот қараңыз, махаббат, өзіңе деген махаббат болатын болса, өзіңе деген махаббат, Құдайға деген махаббат, разница жоқ. Қоса бер сол махаббаттардың бәрі. Өзіңе деген махаббат болатын болса, ты себя уважаешь, у тебя высокая самооценка, ты прям, ну, ты работаешь над собой. Это өзіңе деген махаббат, это не брендовая одежда, или это не массаж, это не то, что там ты наносишь себе крем, либо волосы красишь. Но это, да, как забота о себе. Но нағыз любовь к себе — это когда человек работает над собой. Это ходишь как бы сессияларға, терапияларға, работаешь над собой. Ты хочешь узнать, например, бір адамға ғашық болсаң, например, оған бір забота беріп, оны тануға тырысасың ғой. Этот человек первый сен өзің негізі. Сол кезде сенде болады. Как следствие, сенде уже как следствие уверенный боласың. Уверенный деген ол результат емес ол. Уверенность, өзіңдегі прям өзіңді күшті ұстау — это как следствие. То есть результат — махаббат. Следствие — өзіңе уверен. Хорошо, осыны алып келеміз, осы нәрсені алып келеміз, отношениеге, күйеу мен қыздың отношениесіне, да. Но что там результат? Гармония. Ну да, гармония. Но это не дети, это не секс, это, ну, просто это как бы гармония сол жерде. И любовь өзіңнің ісіңе деген, ты это отдаешь, и как следствие получаешь деньги. Деньги — это просто счет игры. Деньги никак не результат. То есть мы все должны стремиться к этому, что өзіңе деген отношениеңде, то есть объем любви — вот это результат. То есть мысалы айтады ғой, там сенің қазіргі қаншалықты, это поток. То есть объем любви — это поток. Айтады ғой, в потоке, ресурсе, энергиям көп. Вот это энергия. И вот это для меня результат. Ну, очень такая, как бы, спорная, может, мысль. Спорная, это, ну, тяжело, наверное, понять для этого. Конечно, бізге қазір енді базовый потребностьтар жабылмағаннан кейін адамдардың барлығы только к деньгам стремится. Ну, пожалуйста, ну, через какое-то время поймете, что это не так. То есть я хочу, знаете, сейчас транслировать именно, давайте, вот, ну, я понимаю, там, ақшаны тап деген круто как бы рекламируется, да, может, адамдарға беріледі ол нәрсе. Бизнес жаса деген нәрсе, ну, зачем навязывать уже? Ну, мен ойымша адам өзі бару керек сияқты сондай нәрселерге. И самое главное, это отношения, менің ойымша, өмірде. Самое главное — отношения. То есть отношения там, отношения с собой, отношения с другими, отношения с деньгами, отношения как бы басқамен, да. И қазір қарасаң адамдар бизнестерін өзгерте береді. Разводов много, да. То есть, ну, они не умеют выстраивать отношения. Нам никто не учил. Никто вообще, бір адам бізді үйреткен жоқ, отношения осындай болады. Даже нас не учили, ғанихам, там, дұрыс күйеу болуды, дұрыс әйел болуды. Никто не учил. Қалай сен қазір өзіңмен қалай обращаться ету дегенді вообще ешкім үйреткен жоқ. У нас были какие-то там бір стереотип, немесе бір шаблон болды, сен осылай болу керексің, осылай өмір сүру керексің деп. Жоқ, никто не задает так өзіне сондай сұрақтарды. И я хочу транслировать такое, что отношения — это главное. Давайте, люди, учиться отношениям. И тогда у вас все будет классно. Қараңыз, өмірде бәрі отношения ғой. И трансформация адамның өзгерістерінің барлығы тек қана отношения деп болады.
мысалы сенің өміріңде күйеуің пайда болады немесе басқа адам пайда болады, изменится твоя жизнь либо к лучшему, либо к худшему. Бір адам пайда болады, өзгереді, и құдаймен отношения ма отношения. Айтшы, любой нәрсе айтшы, это тоже про отношения. Жұмыспен отношения ма, қарым-қатынас па отношения. Жұмысшы сен партнерларыңмен отношения ма отношения. Әйеліңмен күйеуіңмен отношения ма отношения. Бизнес это же про отношения. Там тоже же есть клиенты. Деньги это же про отношения. То мен бір прикол ұстап айтатын бар да, ақша адам болса сендерге ренжитін еді депші. Прикинь, представь, вот деньги, кәдімгі. Ты хочешь его только использовать, короче. Айтады, ё-моё, керек кезде ғана хабарласады екенсің депші. Примерно солай. И бағанағы сіздің потенциал туралы сұрағыңызға, наверное, менің жауаптарым ретінде мен ойлаймын, бірінші ешкімге өзіңізді определить етуге рұқсат бермеңіз. Это самое первое правило, самое. То есть это там өзіңізге рұқсат бермеңіз ол нәрселерге. То есть сізді біреу анықтап бермесін. Так, сен азамат, сенің атың азамат. Сен дамбрейсің, сен осындайсың, сен күштісің деген нәрсеге сен қалмаңыз. Может быть, совсем другой человек. Сен білмейсің оны. И поэтому сен өзіңді сұрақ қой, сомнение қой. На самом деле мен нені жақсы көремін деп. Это очень серьезный вопрос на самом деле. Мен не қалап тұрмын, мен не сезіп тұрмын, мен қандай нелерім бар деп. Это далеко спрятано вообще в нашем подсознании где-то. Потому что навязано ойлар, басқа заттар, и сен біреуден көріп алғансың. Потому что мы привыкли вообще копировать вообще по жизни. Қазір қарасаң, Қазақстанда мен копипаст деп айтатын едім барлық таныш. Копипаст, вот сплошной копипаст деп айтады. Қара, ана адам тоже андай екен, мен де соған боламын. Қарасаңдар, өмірім сондай болды. Анау тетя Гуляның баласы ана жаққа түсіпті, мен де соған түсемін. Андай түсіпті, мен андай жасаймын. Ана бизнес жасап отыр, мен андай жасаймын. А кто ты вообще? Сен өзің қалауың қандай вообще? Вот, бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, это как бы зависимостьтардан айырылу керек, потому что көп адам зависимы не в плане там сигареты, алкоголь, мен оны айтып тұрған жоқпын, зависимы от другого мнения. То есть настолько мы привыкли, что басқалардың өмірін копировать еткеннен ше, настолько привыкли, осыдан жайлап атқа дейін жету керек. То есть біз уже өмірімізде үлкендердің присутствиесін азайтуымыз керек. То есть не позволяйте как бы за себя как-то решать, да? Но бұл енді высокомерие кетіп қалмасын, это как-то мен қазір адамдарды көтеріп жүрмеймін. Сен араласпа, мен өзім білемін деген. Дебил болсаң араласады. Өзіңнің өміріңде сен ответственность алмасаң араласады. И это тоже твоя вина. Былай болатын болса, ата-анам менің өміріме араласа береді дейтін болсаң, скорее всего, это твоя вина. Потому что ты достаточно незрелый, чтобы как бы нормально айтып өзің өміріңе ответственность алсаң. Прикинь, сенде балаң бар, өзімен өзі ровно двигается, өзінің өмірін қолына алған. Сен оны араласпайсың ғой оны? И не надо прикрываться родителями, там, типа, менің родительдерім араласа береді. Это твоя вина, это твоя как бы ответственность. Именно. Сол нәрседе. Үшінші, это очень важный момент тоже. Негізі, что-то надо всегда тестировать. Потому что көп адамдар андай да, мынандай нәрсені алмаңыздаршы, там типа галап тесті, ар жақта осы ниша менікі, нандай деген сияқты. Нет, ты постоянно меняешься. Например, менің алғашқы келген жылдарым, например, мен маркетингке қызықтым, сатуға қызықтым, дальше уже коуч саласында, потом психологияға, и дальше, я не знаю, через 10 лет я кем буду. Это нормально, потому что человек меняется всегда. То есть өздеріңізге бір шаблонды кимеңіздер, постоянно я такой человек деп. И будьте адаптивными. То есть можно меняться на самом деле. То есть бір киген плащтарыңызды адамды бір 2 жыл киет, 1 жыл киет, ауыстырады по-любому. Это тоже такая модель. Именно. Но бірақ ол продолжительностьпен болады. То есть ты трансформируешься уже кого-то, да? Өзің көресің. Сол үшін надо тестировать. То есть, мысалы, мынандай болмайды, адамдар потенциалын іздеген кезде, вот люди ищут наивно, по-детски, там, типа, менде бір жерде бір білмеймін, таудың арасында бір тас бар, какой-то секретный, мен соның ішін ашам, и тебе скажут, там, типа, вот, Нұрай, сен осындай үшін жаралғансың, сенің нең осындай, деп. Никто не скажет так.
ондай болмайды. Вот у людей есть такое восприятие, там типа менің потенциалым қай жерде, мен неужели кіммін деп. Особо так как бы ондай қатты кіріп кетудің қажет емес. Вот тебе сейчас интересно вот это, занимайся этим. Келесі бір жылда басқа нәрсе интересно болуы мүмкін. Постепенно будешь трансформироваться. Это нормально. То есть я хотел сказать там типа вот бір не қылмаңдар андай да, вот бір четкий бір ответ іздемеңдер. То есть определенность іздемеңдер. Это нету определенности вообще. Нет гарантии, что ертең сен сондай адам боласың. Нету. И адамдар осы нәрсемен не алмайды да, келісе алмайды да. То есть они хотят определенности. То есть, грубо говоря, это же высокомерие, там типа өмір өзгеріп жатыр жан жақтың бәрінде. Сен де бүйтіп ұстап тұрғың келеді да бүйтіп. А там все меняется же по-любому. Это вот третий момент. Четвертый момент, қазір потенциалыңды ашу үшін мен адамдарға айтам да, это именно там, где ты боишься больше всего, стесняешься больше всего, қатты ұялатын жеріңнен и қатты обесценивать ететін жеріңде болуы мүмкін. Осыны қараңыздар өздеріңіз. Осы нәрсені. И да. И четвертый момент, мен бұны тоже айтам, негізі сендердің қазіргі мен былай айтам да, вообще всегда как вы видите мир в целом. Сен әлемді қалай көресің? Ол да әсер етеді осы потенциалыңды ашуға. Қаласында. Ну, типа, әлем қандай деген дейді? Әлем опасный, безопасный. Да. Если мен айтам да, вот әлем қандай опасный деген адам, ол тек қана ала бергісі келеді ше. Тек қана ала бергісі келеді. Мен айтам да, вот если хотите потенциалдарыңды ашқыларың келетін болса, человек должен быть отдающим. Ол отдающий болып үйрену керек. Отдающий деген человек, значит, ол адам өзінікін алады да, ол береді ары қарай. Тем самым он только принимает вот это. Ал егерде бір әлемді көрген кезде сен опасный, маған қатты бір әсер ететін зат мынандай да, бізде сәл көтерілген адам сразу квартира алады, машина алады и сразу жаба салады, болды ше. Вот все, как будто вот миссия выполнена. Нет, дальше можно так қарау керек да сол нәрселерге. Бір адам отдающий болып үйрену керек сол нәрселерді. Отдающий болған кезде ғана сен потенциалыңды аша аласың. А көп адам забирающий. Они хотят только там өзіңкін ғана ала салғысы келеді да бұл. Смотри, отдавать что мысалы? Хороший вопрос. Отдавать что, да? Отдавать это не в том плане, да? Вот отдавать барып мен бір услугамды көрсетіп, немесе товарымды беру емес. Әр адамның ішінде бағанағы махаббат болады да. Жаңа айттым ғой, поток. Вот это если делишься сол нәрсемен беретін болсаң, көмектесетін болсаң, басқалардың өміріне сен өзгеруіне, олардың трансформировать етуіне әсер ететін болсаң, ол сенің потенциалыңды аша береді. То есть в этом варианте ты это как бы отдающий. Смотрите, менде андай болады да. Ну, бір мысалды келтірейін. Бізде енді қазақта көп кездесетін бір проблемалардың бірі, бір үлкен жігіт бар, үлкен әпкесі бар, и олар артында жүрген сестренка інілеріне там типа береді да. Ну, типа мен оларға беріп жатырмын деген нәрсе бар да. Но здесь как бы мен көп кездесетін зат, олар беріп жатқан жоқ, олар алып жатыр. Знаете почему? Ну, например, менің бір мысал бар, бір жігіт бар, айтады, менде бір інім бар, косячник, өмірі бір проблема болып жүреді, мен соның бәрін құтқарып жүремін дейді да, соның нәрсені. Мен жұмыс еткіземін, оқытып жатырмын, істеп жатырмын деп. Ты не отдаешь, ты забираешь славу, то, что я крутой там братан, может, брат, мен саған көмектестім деген нәрсені алып жатсың. Какой-то авторитет алып жатсың. И поэтому это через зеркало ана жігіт сені қабылдамайды да, уже басқаша болады. И мен қазір мына нәрсені айтқым келеді да, вот жалпы отношение 4 түрі болады ше. Жалпы отношение, любое отношение. Ең бірінші отношение, когда человек только забирает. Бұл ұрлық. В прямом смысле ұрлық бұл. Мысалы, сіз қазір интернет-магазиннен платье заказали за 10 тысяч. И сізді алдап кетті, короче. Жоқ, короче. Платье жоқ, не продавец жоқ. Сіз айтасыз ғой, мошенники дейсіз ғой. Вот это как раз таки только сізден алып кетті. Бұл ұрлық, короче.
бұл ұрлық, кәдімгі ұрлық. И бұл ұрлықты біз буквальном смысле түсінеміз да өмірде ше, тек қана менен алып алған кезде. А ол ұрлықты адам ашин өмірде де жасап жатыр. Например, там, типа, ты забираешь роль басқа біреудің ответственностін алып алу, тоже ұрлық. Басқа адамды өмірін спасать ету, оның өзіне справляться етуге мүмкіндік бермей, сен я тебе помогал деген нәрсені алып алу, тоже ұрлық. Ұрлық па? Ұрлық. Бұл бірінші отношение. То есть здесь нету роста, здесь всегда как бы адам откатывается вообще назад, короче. Второе тип отношений. Ну ладно, вы заказали в интернет-магазине за 10 тысяч какое-то платье. Сіз ойладыңыз, там, маған қазір сол 10 мың теңгенің көлемінде соған сай байланысты платье алып келеді деп. А сізге там какой-то вообще онша емес, там созылып кеткен бір 2 мың теңгелік бір арзан бір платьені алып келді. У вас здесь возникает спор. Ұрыс, спор, конфликты здесь происходят. Всегда здесь происходит. Потому что сіз айтасыз, мен 10 мың теңгелік зат заказ бергем, сендер маған отправили какую-то фигню, короче. Почему так получилось? Сен айтасың, возврат жаса, анау айтады, жасамайым, андай. Здесь конфликт, короче. И любой конфликт осыдан болады. Типа, мен саған больше бердім, сен маған аз бердің. Либо мен саған жасап едім ғой, сен маған аз бердің ғой деген нәрсен. Да? Вот. Здесь тоже как бы роста нет. Обычно происходит адамның өмірінде конфликттар ғой. Бұл конфликт не только продавцом, адамның ішінде де болады бұл конфликт. Көрсең, дін мен психология всегда спорит какой-то. Негізі бәрі дінде бар ғой, психологияда емес қой. Жасайын ба, жасамайын ба. Это тоже конфликт, сенің ішінде болып жатқан конфликт қой. Дұрыс па, дұрыс емес па, это тоже конфликт. Екі варианттың біреуі тұр, таңдай алмай жатсың, тоже ішің конфликтовать етіп жатыр, анау дұрыс, мынау дұрыс, это тоже конфликт. Әйеліңмен там бір нәрсеге келіспей жатсың, это тоже конфликт. Но есть хорошая новость, конфликтовать ете берсең, бұл жерде кінәлау, бұл жерде решение жоқ. Обычно человек только откатывается назад, то есть либо стоит на месте, то есть бір орында тұрады. Есть хорошая новость, конфликтті шешкен адам ол үшінші отношениеге барады. Үшінші отношение ол қазақтың кәдімгі алыс берісі. Например, мен сіздің тойыңызға 10 мың теңге алып бардым, сіз маған 10 мың теңге алып келдіңіз. Халас, все. Но нету такого там динамики какого-то, роста нет. Либо сіз 10 мың теңгеге платье заказ бердіңіз, тура сол качествода сізге тура келді. Нет, вау жоқ, короче. Ну, нормально, окей. Сіз потому что күткеніңізді алдыңыз, то есть бергеніңізді алдыңыз. Хотя бы мы должны стремиться к этим отношениям. Үшінші отношения. То есть біз ұрламаймыз, біз алмаймыз, мы отдаем ровно столько, бізге бергенін аламыз да, болды. Немесе мен бергенімді алам, все, короче. Это классное такое. Хотя бы осы отношениеге ұмтылу керекпіз, да, біз ше. Берем, алам. Но здесь есть одно но, у человека есть ожидание, потому что мен бердім, алам. Бердім, күтем да, короче. Бұл жерде бірінші, екінші отношениеге кетіп қалу оп-оңай. То есть үштен бірден екіге кетіп қалу оп-оңай. Потому что мен қазір мына жерге 10 мың теңге барып алып берсем, мен 10 мың теңге тағы да тойынан күтетін болсам, ол нәрсені, тойда маған да 10 мың теңге алып келеді деп күтетін болсам, у меня возникает обида, потому что не үшін маған келмеді, не үшін там 5 мың теңге алып келді. Ну, білмеймін ғой, да әртүрлі болуы мүмкін ғой. Солай. Бұл төртінші тип отношениеге біз бәріміз ұмтылу керекпіз. Это артығымен беру. Обмен с превышением. То есть, мысалы, қазіргі жұмыс істеп жатқан адам да, компаниясында жұмыс істеп жатқан адам, ол ойлау керек, мен қазір қалай больше бере аламын, короче. Что больше бере алам да. Мысалы, менде қазір мынандай да, мен көп нәрсені байқаймын да осындай. Например, менде қазір Нұрай ханым да, вот жұмыс істеп жатыр. Қазір Нұрай ханым алманың дәнін егетті, короче. Екті. Мен су құямын үстіне. Потом Нұрай ханым келеді да, жәндегі шөптерін жұлып кетеді, короче. Артығымен жасап жатыр ғой бәрін. Сосын мен келемін да, қайттан там ана алманы өскен кезде мен бұтаймын кішкене, артық нелерін алып тастаймын. Нұрай ханым су құяды. Сосын мен келемін, астын әктеп қоямын, короче, құрт неғылмасын деп. И через какое-то время алма гүлдейді, короче. Потому что біз бердік, и нам остается только получать. Но не получать, даже принимать, потому что жаңа алма гүлдеп шыққан кезде жерге түседі ғой.
хочешь не хочешь барып алманы аламыз барып. Біз аламыз да. И адамдар даже алманың дәні жоқ. Даже алманың дәні жоқ даже. Мен не аламды ойлап тұрады да сразу ж. А здесь происходит, что происходит? Здесь происходит кассовый разрыв. Здесь происходит, что происходит? Здесь происходит дисгармония в отношениях, да? То есть мен отношенияден сен мені бақытты, сен ананы жасамадың, мен мынаны жасамадым. Десем, әлі ортада алма жоқ даже. Мен сразу ойым алу да, короче. Ойым алу. Мен алып алсам ба деп. Пожалуйста. Даже бітеді ортада алма жоқ. Екеуін, ана қазақтың сөзі бар ғой, қанымды іштің ғой дейді ғой. Жанымды алдың ғой деген сөз бар ғой, қанымды ішіп қойдың ғой деп ше. Ол деген сөз не деген сөз? Ортада дым жоқ әлі. Не үшін мен қанымды ішіп жатсың әлі деп ше. Сөз бар ғой. И это самое страшное. Даже адамдардың арасында алатын ештеңке жоқ, они душу забирают даже. Бір-бірін жанын жейді, қазір, жанын жұлып жейді. Әлі жоқ ортада алатын зат. То есть мен көп нәрсені байқаймын да, вот даже в отношениях они даже мені даже сөзіңіз сондай ғой. Сен бақытты болам деп барма, бақытты етем деп бар. Мен әйелім энергиясын бермей жатыр, мен ана алмай жатырмын, күйеуім андай. И қарасаң даже екеуіне де бір-біріне де ортада әлі алма ағашы жоқ. Алма қаяқта ғой, короче. Әлі дәнін де екпеген. Алма ағашы тұрмақ түгіл, әлі дәнін де екпеген. То есть даже дәнін екпек түгілі жаңағы егетін жердің анау даже қазбаған да, даже дайындамаған да әлі. Әлі алғысы кеп тұр да, сразу алғысы кеп тұр. Ну, пожалуйста, не аласың ол жерден? Дым жоқ қой, сен не аласың әлі? И получается, біз төртінші типқа отношениеге ұмтылған кезде всегда адам ойлану керек. Мен қалай больше бере аламын? То есть, здесь еще есть тонкая грань. Мен артық беріп деп жүрмеу керекпін, потому что ана адамды мен не істеймін, как бы бір андай бір инфантильное поведение қыламын. Мен даже күтпеймін, даже мен артық бере берем, даже оның қарымын да күтпеймін, мен бере берем, солай. Но по-любому, через какое-то время сен бере берсең, ана адамнан бір отдачасы болмаса, и сен біртүрлі қарайсың. Қалай ол вообще? Мен беріп жатырмын, бірақ мына адамның өміріне әсер еткен жоқ. Ол просто так алып жатыр, просто жатып шер болып жатыр деген болатын болса, сен уже бұл жерде проблема басталады. Сол үшін мен ойлаймын, төртінші типті отношениеге біз во всех смыслах ұмтылуымыз керек. Мысалы, ресторанға келдің, 2000 теңгеге заказ бердің. Офиген тамақ алып келді, еще плюс саған десерт алып келді, комплимент ретінде. Не істейсің? Спасибо, рахмет, короче. И ты можешь там сторис выложить и там классный отзыв написать, потому что вау-эффект было. Саған артығымен берді. И во всех сферах мы должны стремиться к такому. То есть артығымен не жасай аламын мен қазір, не жасай аламын, не бере аламын. Понимаете? И сол кезде біздің отношенияларымыз всегда өседі. То есть андай ғой, андай зат бар еді да. Енді мен енді больше діннен ештеңке айтқым келмейді, но бірақ все равно мен аузымнан шыққысы келіп тұрады да. Мен көп ұяламын ше осы темаларды айтуға ше. Но бірақ просится всегда ше. Вот даже садақа бердің, например, да, вот әртүрлі оқиғалар бар да. Вот садақа берген сайын там ақшасы көбейе берген да. Потому что сен қойдың, үстіне қояды, қойдың, и кете береді олай ше. И то есть негізі кез келген отношение деген нәрсе мынау, например, мы вдвоем что-то третье строим. Түсіндіре алдың ба? Да. Ол не емес, ол мен алатын емес. Мен кірпіш қоям, сіз кірпіш қоясыз. Мен кірпіш қоям, сіз кірпіш қоясыз. Артығымен береміз. Үшінші нәрсе сол болады да. То есть отношение, относить. А бізде кез келген отношениеде ондай емес қой. Мен алып қалайшы, мен пайда көріп қалайшы, мен алып қалайшы, мына жерде өзіме алып қалайшы деген нәрсе. Өкінішке орай әлі бізде сол нәрсе адамдарда көп кездеседі, потому что бір өзінің бір пайдасын ойлап тұрған нәрсе. Бірақ бұл адам алысқа шыға алмайды негізі. Сондықтан біз осыған төртіншіге ұмтылу керекпіз. И потенциалды ашуға адам отдающий болу керек. То есть төртінші типта уже более он такой отдающий. А прикинь, человек вообще не отдающий. Мысалы, төртінші типта болдым деген адам, мен ініме көмектесіп жатырмын, мен інімді дамытып жатырмын деп оны спасать етуі мүмкін, но этот человек не понимает, что ол бірінші отношениені алып отқан.
Потому что ол оған көмектесу арқылы я крутой дегенді алып жатыр. Уже алғанмен бірдей болып қалады да, вот ше. И отношенияны ашу үшін адам отдающий болып үйрену керек. То есть оның ниеті десек болады, ол өзімен жұмыс істеп, ол больше такой уже служение, құлшылық дейді ғой, служение, мен берем, мен қызмет етем деген кезде ғана сен уже потенциалыңды толық аша аласың. А сен қазір хочешь как бы себе только забирать, сен 2 завтрак жей аласың ба? Жей алмайсың. 2 постельде ұйықтай аласың ба? Ұйықтай алмайсың. Хоть 20 бөлме болса да сенде. И саған сол потенциалыңды ашу, сен қаншалықты адамға бере аламын деген кезде соған байланысты келеді. Типтегі спасательный мен исходящийді айырмашылығын біліп өзіңді қалай тоқтатып отыруға. Это очень серьезный вопрос. Потому что қараңдар, мен айтам да, даже мысалы мынандай не бар да, Ғани ханым ше. Өткенде бір қыз келді, өкінішке орай. Мен күйеуім үшін бәрін жасадым ғой дейді, короче. Бәрін жасадым, кет қалды дейді. Енді күлетін жағдай емес негізі ше. Просто енді как-то солай кет қалды да енді. Өзімде бәрін жасадым деп тұр. Бұл күйеуі үшін жасаған жоқ. Жасадым деген ат үшін жасадым ба? Жоқ, показаться, что я хорошая. Ол не істеп жатыр? То есть күйеуіне жасау арқылы я хорошая деген затты ол өзіне алып жатыр. Ол күйеуіне жасаған жоқ ол нәрсені. Либо анандай мысал, мен балам үшін бәрін жасадым, бірақ балам там келін алып кетті ғой деген. Тоже болады да. Сен балаң үшін жасаған жоқсың. Сен өзің үшін жасадың ол нәрсені. И это очень тонкая грань. Например, жігіт, мен қызға мен подарка бердім деп. Сен қызға берген жоқсың, сен өзіңді джентльмен сезіну үшін, сен өзіңді мужественно сезіну үшін, сен өзіңе бердің ол нәрсені. Только просто қызды қолданып тұрсың да. Понимаете? Вот это давать, она очень как-то бір андай ниет өзгеріп кетеді да уже адамдардың. Беріп жатсың вроде, бірақ сен қалай беріп жатсың ба, беріп жатқан жоқсың. Төртінші беруде сізде қандай ниет болды? Ну там, если прям коротко айтатын болса, без какого-то ожидания, без корыстных мыслей. То есть сен андай мысль болмайды да, мен қазір бірінші алма егейін, алма шықсын, мен содан кейін бар алам деген болмайды. Ты просто делаешь это все. Просто как бы нету такого ожидания, солай нәрсе. И сен просто творишь, ты в процессе, ты работаешь, ты кайфуешь. И результат ол келе ма, келмей ма, сенің жұмысың емес ол. Это очень сложно. Это очень сложно. Над этим надо работать. А бірден сразу түртпей өте ала ма адам? Білмеймін, өтесін шығар. Я не знаю. Ну, енді мен ойлаймын, бізде адамның өмірінде кішкене мән пайда болу үшін бір адам беріп үйренсе ғана ода не болады? Беріп үйренсе ғана ода ол шығады. Менде бір қыз болды да, Астанадан. Такая өзі бір одинокая была өзі. И маған айтады да, мен өмірімде мысық пайда болған кезде, мен өмірімде мән пайда болған сияқты дейді да. Мысық асыраған. Мысыққа сен маған ертең берген тамағымды асырайсың. Ой, берген тамағымды қайттан бересің. Немесе сен неғып үй жинамадың деп айта алмайсың ғой, например, сен не үшін оқуға нормально түспедің? Нормально мысық күйеу таппайсың ба деп айтпайсың ғой, дұрыс па? Айта алмайсың ғой нәрсені. Сен любишь. Классно мысал да, шымен ғой. Ты любишь. И ана заттар қымбат дейді да кәдімгі ше, нелері ше. Мормдар, айына 100 бір нәрсем деген құртамын дейді ана, тамағына ше. Сен айтпайсың ғой, шығарып шөт шығармайсың ғой. Мен саған там бір жылда 1 миллион 200 000 теңге жараттым. Енді сен өз күніңді өзің көр да қайтар маған. Сен маған там нормально не істеу керексің? Қарымын қайтару керексің деп айтпайсың ғой. Сен жақсы көресің, мысық милая, жақсы көреді. Заботиться еткен сайын адамда мән пайда болғанда, бірге мен депрессиядан шықтым дейді сол кезде. Это не просто так, потому что бескорыстно, без ожиданий. Адамда өйтіп жасау қиын ғой. Даже бізде өкінішке орай балалардың өзін проект қылып көреді ғой. Мысықтан сонда біз жаман болып тұрық қой, ойлашы. Кей кезде ше, енді прикол ретінде айтып жатырмын, но мысықтан жаман болып тұрық қой.
Прикинь, сен басыңда ата анаңда какие ожидания на тебя? Ата ананың үмітін ақта. Ата ананың үмітін ақта. Сен жақсы оқы, сен осындай істе. Сосын еще айтады там, мә үмітімізді ақтады деп. Үмітін ақтау қанша теңге болып отыр? Ақтау қымбат ағай. Қымбат па қазір? Қалай үмітін ақтауға не кіреді, айтайықшы? Үмітін ақтауға мектепті қызылға желательно алып. Иә, қызылға бітіру сосын. Одан кейін қуып өтпей университетке түссең. Тәртіпті ровно жүру керексің ғой, как киборг. Задание бар сосын. Ата-ананың атына жаман ат келтіруге болмайды никак. Сосын не, университетте жақсы оқу керексің. Университет бітіргеннен кейін желательно қызыл диплом алу. Оның бәрін жасап жатыр. Оның өзімен ақтай алмай жатыр адамдар. Қара, мен қазіргі мен бағаларын білемін, айтамын мынандай. Қазір машина алып беру керек. Шын айтамын, Меккеге жүру керек қазір. Хит болып жатқан сол қазір. Сондай несі бар. Үй соғып беру керек, квартира алып беру керек. Шетелге жүру керек. Болды осы. Ребят, сен ата-ананы сен долгты ешқашан бере алмайсың. Сенің ата-анаң алдында бірақ долгың бар, өзің бақытты болуың. Ойлашы. Жоқ, ол ата-аналар түсінеді, сен өзіңе алып алғансың ол нәрсені. Любой ата-ана айтпайды, сен маған қарсысың, сен маған қайтар деп. Айтатын ата-ана болса, білмеймін мен де олар қалай. Жоқ, қамырда бүйтіп айтады ата-аналар қазір. Былай барады мысалы, ана пәленше еще чатқандай фотолар жібереді ғой. Анау бүйтіп жатыр екен, мынау умраға жіберіпті қыздары, мыналардың ұлдары. Ну енді құтты болсын деп айтпайсыңдар, сен өзің намек емес, сен сөйтіп қабылдап жатсың ғой, Ғани ханым. Өйтіп айтпайды ғой. Любой ата-ана баласының бақытты болғанын қалайды. Сенің ата-анаң алдындағы бірақ нең бар, как бы жұмысың бар, өзіңнің бақытты болып, өзіңді реализовать етуің. Сенің қазір өз-өзіңе сен қазір недовольны болсаң, сен производительге недовольны болып тұрсың автоматом. Производитель ата-анаң ғой. Мысалы, қазір маған мынау киім онша емес болып келсе, мен айтамын, мынау кім производить етті мынаны деп. Мен недовольны боламын. И өтірік нәрсе сен мен ата-анамды мен благодарнымын деп. Сен ата-анаңа благодарны боласың в том моменте, когда сен өзіңді реализовать еткен кезде автоматтан не боласың. Сол кезде сен айтасың ғой, рахмет сендер туған. Проработка деген сол, иә, по сути? Ну, білмеймін мен, қалай айтылып жатыр оны, проработка деп, работать над собой. И сол үшін мына нәрсені айтқым келеді да, даже ата-аналардың өзі ожиданиемен қарайтын болса, и сенде есть огромный груз такой, мен ата-анам қарап отыр, өте қиын, потому что өткенде мен ана нәрсені көрдім ғой. Өзіңіз де білесіз, маған 15 жасар бала келді. 15 жасар бала келді, папасымен келіп тұр. Сосын папасы айтады, енді мына баланы оқытайын деп отыр сізге дейді маған. Сосын мен айтамын да, бұл баланы оқытайын деп жатыр. Не үшін оқытайын деп жатырсыздар десем, менің айлығым жетпейді дейді. Мен әйелім де айлығы жетпейді дейді. План мынандай. План мынандай. Негізі перевод мынандай ғой. Мен қазір, в общем, у меня не получилось. И у жены тоже не получилось. Қазір мен баламды, прикинь, 15 жасар бала. Да, я помню. 15 жасар бала. Мен білем. И анаған ожидание мынандай кәдімгі. Ол ожиданиені өзіне қоя алмайды. Ол задачамен ол өзі справляться ете алмады. 41 нәрседегі жастағы адам. 15 баланың басына айтады кәдімгі. Навязаю чувство вины. Мен саған оқыттым ғой, тоқыттым ғой. Сен енді бізді асырайсың. То есть, да, мое обучение стоит недешево. Мен айттым кәдімгі. Почему вы так делаете? Не үшін олай жасап жатсыз? Оқысын, баланың өзіне керек қой дейді. Өтірік қой. И если так подумать, Ғани ханым, қазір ата-аналардың проектісінің өзінде вроде беріп жатқан сияқты болып жатса, олар алып жатыр ғой негізі на самом деле. Смотрите, ребят, я ни в коем случае не осуждаю никого. Это сугубо мое мнение, сугубо мое какое-то видение осы уақытқа алғаннан. Мен ешқандай ата-ананы да, баланы да сынап жатқан жоқпын. И мен за то, что ата-ананы действительно өзінің балалық қызметін, балалық рөлді атқаруға замын. Но из-за того, что сол балалық рөлді біз дұрыс атқара алмағандықтан, мы это мерим просто ақшамен, үймен, басқа нәрсемен да. А это этим не закрывается. Ата-анаға сенің ақшаңда, сенің ар жақта беріп жатқан үйіңде керек емес, ата-анаға сенің бала болғаның керек. Бала болғаның керек.
бақытты бала болғаның керек. И от того, что сенің ата-анаңа қазіргі бере алатын ең лучший нәрсең, это не квартира, не дома, это не путешествие, это то, что сен бала бола алған сезімді ата-анаңа берсең, ата-анаң сол кезде кайфовать етеді. А бізде көп адам бала емес қой. Что делаете? Спасаете родителей, указываете, советы даем. На жұмысың дұрыс емес, көш на жерге ауыс. Сен ауылда қиналып жүрсің, давай қалаға көшірейік сені. Папамен ажырассай деп. Папаңмен ажырассай, папамдікі дұрыс емес, анауыкі дұрыс. Ортасына отырып аласың да судья боласың. Сен бала болу қасиеті, мен ойлаймын да, біздің өмірімізде, наверное, проблемалар, страданиялар аз болатын еді. Әркім өзінің рөлін білгенде да. Мен балалы ең бірінші рөл ол бала болу рөлі. Бізде бала болу рөлінің өзі дұрыс болмады, потому что бізден мамаларымыз жаңағы өзінің соғыс кезінде жаңағы күйеулерінен ала алмаған жылулықты баласынан требовать етті. Баласы күйеу болуға пришлось, балалар ерке есейді. Мен үйге нан алып келейін, ананы істейін. И все это как бы потерялось, понимаете? И сол үшін ойлаймын да, бала рөлін дұрыс атқарса, ол автоматом кейін күйеу болу рөлінде дұрыс атқарады, әйел болу рөлінде дұрыс атқарады. Сосын келесі рөлі ол ана, әке. Ол рөлді дұрыс атқарады. Содан кейінгі рөл, это қоғамға бір қызмет етушісің. Қоғамға бір әркім өзін, мысалы біреу бухгалтер, біреу там кім, әртүрлі жұмыста. Сол рөлдің өзін дұрыс атқарасың да, сен служение, ары қарай кемелдену, адам бір құл болу рөлі дейтін. Мен бұны служение деп атаймын да. Сол рөлдердің бәрін дұрыс атқарсың. Бұл рөлдердің бәрі шатасу болған кезде, конечно, в твоей жизни будет каша. Потому что сен против течения бара жатсың. Қазір ойлашы, мен өз орнында емес, мен осы жерді біз арендовали, например, да, и бұл жер біз емес болса, там же будет стучаться нам. Айтады ғой, сендердің жерлерің емес, бұл басқа жаққа барыңдар. Вы даже не сняли это деп. А прикинь, адам өзінің орнында емес болып қалай өмір сүреді да? Ол әкесінің рөлін алып алады, анасының рөлін алып алады. Бірақ өзіне күшті қылып түсіндіріп береді да, я это как-то мен оларды, олар енді ескінің адамдары ғой. Сен не үшін олай шештің олардың ескінің адамдары екенін? Қалай шештің сен? Біздің ойымызбен келмейді, значит, все ескінің адамдары. Ну, я очень сильно благодарен своим родителям. Мен қазір енді андай, мен өзім көп қателік жасадым да осы нәрселерден. Единственное, күшті зат, олар всегда кешіреді да. Ну, қарайды, всегда кешіреді. И андай бізде қазір бір тренинг өтіп алып, ата-анасынан барып кешірім сұрай алатындар нәрселерді көрдім да. Ну, не стоит это делать, мне кажется. Сразу барып, не стоит это делать. Потому что сен как бы на уме можешь просить прощения, но сенің өзіңнің іс-әрекеттерің, жүрегің өзгермесе, это как бы мало дает эффекта. И мысалы мен де ата-анамды көшіріп алғым келетін, ата-анамды өзгерткім келетін, папама былай сенікі дұрыс емес, мамама сенікі дұрыс емес деп айтатын. У меня сейчас это как бы нету такого. Ну, өздерінің өмірлері, я люблю, я принимаю, как бы, олар там махаббаттарын. Я помогаю, действительно, да. Мен де оларға беретін нәрсемді беремін. Бірақ мен бала рөлінде болғым келеді. Я не хочу их спасать. И сол үшін қазір бұл тема не қайдан шығып кетті вообще? Біз не айтып жатырмыз? Рөлдер, Рөлдерді айтып жатырмыз, постучаться будет дейміз. Стучаться? Когда ты не в своем воле. Я жаңағы беруден шыққан нәрселер ғой. И мен айтатын едім ғой вообще, если там осы рөлдердің бәрі дұрыстаса, это как сеть да. То есть мына жерде қазір қойып қоюға болады, это сеть. То есть бірінші бала болу рөлін бір палочка ұстады, екінші рөл там ана күйеу болу рөлінде екінші палочка ұстайды, үшінші сен әке болу рөлінде дұрыс болсаң, үшінші палочка ұстайды, төртінші палочка там уже неде сен қоғамға қызмет ету, өзіңнің тірлігің болғанда төртінші палочка ұстайды. А если сен уже отдающий болсаң, 4G, 5G ұстайды. Понимаешь? Это вообще классный пример. Если сол кезде саған бәрі келе бастайды. Потому что сенде қазір соткаңда 4 как бы несі палочка ұстап тұрса, еще 5G тұрса, саған сообщение спокойно келеді, сен интернетің мощно жұмыс жасайды. Понимаешь? И осындай нәрсеге біз ұмтылу керекпіз. И
не только там типа вот бір сфераны алып деньги емес, вот скорее всего рөлдеріңнің бәрін дұрыс атқаратын болсаң уже Деньги как следствие. деньги как следствие. И 4 жаңағы сеть дұрыстайды. Мен өзім приколым бар еді, сетьтің дұрыстап тұрма деп. И сеть дұрыстап тұрады, и у тебя 5G. Бүгін потенциал подкастын осындай бір еркін форматта түсіріп көрдік. Бүгін 10-шы эпизоды екен. Бұл подкастымыз ұнаса лайк басып, подписаться етіп, керек деген адамға жіберіп қойыңыз WhatsApp группаларыңызға. Сондай. Рахмет. Келесі эпизодтарда кездескенше.